Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге осындай үйдегі қарапайым заттармен жасалатын осындай өте дәмді жұп-жұмсақ пряниктің рецебімен бөлісемін. Дәл осы рецеппен міндетті түрде жасап көруіңіз қажет. Өте дәмді болып шығады. Дүкеннің прянигіне қарағанда 2 есе арзан және де өте мол болып шығады. Пряникті жасау үшін ең алдымен 250 грамм ұнға қантты алып араластырамыз. Осының үстіне аздаған тұз салып, қайнап тұрған сүтті қосамыз. Сүт міндетті түрде қайнаған болуы тиіс. Түйіршіктері кетіп, біркелкі масса болғанша венчикпен араластырамыз. Осы массаға қосу үшін 2 жұмыртқаны сары уызынан ақ уызын бөліп аламыз. Бөлінген сары уыздың үстіне және де тағы 2 жұмыртқа жарып, оны да қосамыз. Дайын болған массаға жұмыртқаны қосып, оны да араластырамыз. Енді осы массаға 100 грамм сұйық май қосамыз. Менде ол жері видеоға түспей қалған. Прянигіңіздің қатып кетпей жұмсақ болуы үшін май міндетті түрде қажет. Келесі кезекте бөлек ыдысқа 1 кг ұнды қосып, осының үстіне 30 грамм разрыхлителді салып араластырамыз. Достар, менің каналымда көптеген қарапайым үйдегі заттармен жасалатын рецептер бар. Алдағы уақытта көптеген рецептер шығады. Өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Бұл құрамнан үлкен отбасына жететін 2 лист толықтай печенье шықты. Пряниктің толық жасалу жолы описание бөлімінде жазылып толықтай көрсетілген. Дәл осы рецепт бойынша өзгертпей туп-тура салатын болсаңыз, прянигіңіз дәмді болып, жарылмай өте әдемі болып піседі. Иленген дайын қамырды 30 минутқа бетін жауып, тоңазытқышқа салып қоямыз. 4 бөлікке бөліп, әрбір бөлікті дөңгелектеп, оны да бетін жауып 10 минутқа қалтырамыз. Қамырды жайған кезде жиырылып, қатты сияқты болғанынан еш қорықпаймыз. Прянигіңіз міндетті түрде жұп-жұмсақ болып шығады. Оқтаумен жайып, қамырдың қалыңдығы 1 см болатындай етіп, арнайы кескіштің көмегімен кесіп аламыз. Арнайы кескіш ыңғайсыз болғандықтан қалған пряниктерді мен кружкамен кесіп алдым. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста беті қызарғанша пісіріп аламыз. Пряниктерді пешке салғаннан кейін келесі кезекте бетіндегі глазурын дайындауға кірісеміз. 200 грамм қант ұнтағына 2 жұмыртқаның белогын салып және де 1 шай қасықтай лимон соғын қостым. Миксермен қоюланғанша араластырамыз. Мен барлығы 2 минуттан артық араластырдым. Менде глазур өте қою болып кетті. Сол себепті 1 минуттай араластырған жеткілікті. Жасаған массаңыз сұйықтау болса, пряникке оңай жағылып, ровный болып өте әдемі түседі. Пешке пряниктерді салған кезде арасын міндетті түрде ашып саламыз. 2-3 еседей көтеріліп піседі. Осындай жұп-жұмсақ өте дәмді әдемі пряниктеріміз дайын. Дайын болған пряниктерді массаға салып араластырғандықтан бетіне тегіс жағылмауы мүмкін. Сол себепті қолымызға арнайы перчатка киіп алып, осылай жағып шықтым. Қыздар, міндетті түрде жасап көреміз.